Сәлем, бұл видеода мен 16-25 жасар қыздарға кейін өкінбес үшін қазір істеу керек өзімнің топ 5 кеңесім жайлы айтып, бірге боянатын боламыз. Жалпы менің есімім Нұрсәуле, қазіргі уақытта мен Вьетнамның Ничан қаласында тұрамын. Бүгін біз кешке суши жеуге күшті ресторанға барамыз, поэтому давайте бастайық. Негізі барлық жастағы қыздарда өзінің бір проблемасы болады. Это нормально. Просто барлық проблемаларға біз үнемі қалай айтсам болады, үлкен уақыттағы арақашықтықпен ойланып үйренуіміз керек. Жалпы бұл нәрсе бізде өміріміздегі керемет бір компас ретінде қолданатын зат деп айтсам болады. Себебі сен бір нәрсеге просто ол бір реттік бір ұғым ретінде емес, долгосрочный перспективада қараған кезде сен уже оның ответственностьтің бәрін түсініп бастайсың. Және осы жерде пайда болатын бірінші кеңес жоқ деп айтып үйрену. Себебі мен өзім білетін көп қыздардың проблемасы ол просто жоқ деп айта алмау. То есть саған келіп құрбың саған ұнамайтын бір жерге барайық деп айтуы мүмкін. Мысалы, клубқа сен барғың келмейді, бірақ құрбың сен келіп айтуы мүмкін, барайық анау деп. Сен просто амалың жоқтан, жарайды деп бару мүмкін, но ол саған ұнамауы мүмкін, ол саған қауіпті болуы мүмкін. Сен өзің жоқ деп айта алмағаның үшін сол жерде бір зардап шегіп, зиян шегіп қаласың. Сол үшін үнемі любой ұнамайтын нәрсеге жоқ деп нақты өзінің ойыңды білдіріп үйрену керек. Понимаете? Қазіргі уақытта егер сен просто бір кішкентай заттарға жоқ деп айтып үйрене алмасаң, долгосрочный перспективада, мысалы сен кейін компанияларда жұмыс істейсің, неше түрлі үлкен клиенттермен жұмыс істейсің, бизнесің болады. Сол кезде саған ондай тұрғыда жоқ деп айту өте қиын болады. Сол үшін қазірден бастап кішкентай нәрселердің өзіне саған ұнамайтын, саған некомфортный заттарға жоқ деп айта алу керексің. Және бұл кәдімгі сенің қалыптасатын постоянно болады ғой, прям дамытып отыратын навыктарының бірі болу керек. Осы жерде енді мен өзімнің оқиғаммен бөлісейін. Менің өзімнің бір құрбым болды. Ол құрбымда өте үлкен проблема болатында. Ол барлығына қарыз алып бере беретін. Даже өзінің жүрген жігітіне миллион теңгедей көп суммаға сондай қарыз алып берді. И в окончательном итоге соның бәрін өзі төлеп, жігіті вообще оны төлемей лақтырып кетті. И знаете, бұның барлығы да сол просто жоқ деп айта алмағанның кесірінен болып тұр. Сол үшін, менің жақын құрбым ретінде саған болады әпкелік маңызды айтатын затым, просто ұнамайтын затқа жоқ деп айтып үйренші. И знаете, егер сендердің мысалы уже балаларың болып жатса, балаларыңа да кішкентай кезден негізінен үйрету керек жоқ деп айтудың маңызы жайлы жалпы осы нәрсені түсіндіріп. Енді осы тұрғыда менің екінші пайда болатын кеңесім ол қателіктерден қорықпау. Қателік деген ой бір болады, зиянды нәрселер істеу деген нәрсе емес. Қателік деген мысалға бизнес бастап көру, бір нәрсені сатып көру, то есть болады сондай кішкене риск керек жерлерде қателік жасап көру керек. Это нормально. То есть вечно қателіктен қорқып, бір тревогада өмір сүріп керек емес. Біздің өміріміз негізінен ол андай үлкен бір жол ғой. И сен ол жолда тәжірибе жинаған сайын, сенің өте көп салада тәжірибең болған сайын, особенно мысалы жұмыс бойынша, адамдармен коммуникация бойынша, сен ол жақта тезірек дамып бастайсың. Поэтому міндетті түрде қателікті жасап үйрену керек, және қателіктен өзіңе сабақ алып үйрену керек. И этот пункт самый важный, потому что көбісі просто қателік жасаудан қорқады. Өйткені басында идеально болу керекпін, мен деген мықты болу керекпін, я должна с первого раза все делать идеально деген тупой ойлар бар. И это нам очень сильно мешает в жизни. Поэтому үнемі қателік жасайсың ба, сол қателіктің болады ғой, тәжірибесін алып, өзіңе болашақ уже бір сабақты алу керек, болашақта қолдану керек сол сабақты. Енді осы жерде менің туатын келесі үшінші пункттық кеңесім, бұл жалпы өзіңді салыстырмау. То есть любой ситуация болуы мүмкін, адамдар сенен мықты болуы мүмкін, әдемі болуы мүмкін, бай болуы мүмкін, бірақ біреумен өзіңді салыстырған сайын сенің өмірге деген мотивацияң, осы уақытта бір өсуге деген желаниең артпайды. Наоборот, сен просто ештеңе істегің келмей қалады от того, что кто-то лучше тебя, кто-то как-то превосходит тебя, сен ол нәрседен салыстырғаннан сен үстіге көтерілмейсің, сен бір керемет болып кетпейсің. Наоборот, сенің өмірге деген желаниең азая береді, а ол бізге керек емес. Сол үшін
бірінші очередь өзіңді тек қана өткендегі өзіңнің түріңмен, мысалы өзіңнің бұрынғы жетістіктерімен, то есть бұрын сен қандай болдың сонымен салыстыру керек, және сол бір қалай айтсам болады, бұрынғы образдан жақсырақ болуға тырысу керек. Сол кезде в целом салыстыру деген нәрсе бізге көмектеседі да. Көбісі қалай істейді? Бәрін алады да, ең мықты адамдардың качестволарын алып, өзін сонымен салыстырады да, өзін лох сезініп, дым істегісі келмей отырады. Сол үшін міндетті түрде өзіңді салыстырмау деген нәрсені үйрену керек. Одан кейін төртінші менің маңызды кеңесім, бұл әрине өзіңнің уақытыңды, энергияңды болмайтын адамдарға арнауды тоқтату. Себебі біздің ең маңызды құнды нәрсеміз ол уақыт және энергия. Егер сенің мысалы қазіргі уақытың өте көп бір негативке, өсек айтуға, бір саған керексіз, пайдасыз адамдарға кетіп жатса, болашақта сенің өмірің скорее всего сондай бағытта кетіп қалады. Сондай бағытта сен өмір сүріп кетесің. Сол үшін қазірден бастап өзіңнің фокусың қайда тұр, сол нәрсені бақылап бастаған дұрыс. Неге? Ол маңызды. Мысалы біз кәдімгі су бар ғой, суды ағызып қойсақ, кран қай бағытта бұрылып тұрады, ол сол жаққа қарай су ағады, сол жаққа қарай су толады. Тура сондай. Адамның фокусы қайда болса, оның энергиясы да сол жаққа қарай бағытталады, және сенің айтқан кезде өмірлік бір болады ғой, саған көп нәрсе жасап бере алатын энергияң болмайтын негатив, болмайтын адамдардың өміріне кету мүмкін. Сол үшін өзіңе фокусты қойып, барлық маңызды нәрсені өзіңе арнап баста. Және де ең соңғы бірақ өте маңызды кеңестерінің бірі, ол үнемі денсаулыққа қарап бастау. Себебі денсаулық қазіргі уақытта, білейін, әркімнің проблемасы. Қазіргі уақытта біз өте нашар тамақты жейміз, өте нашар өмір салтын сүреміз, то есть біз ұйықтамаймыз, біздің ұйқымыз нашар, біз деген постоянно стресстеміз, сол үшін хотя бы тамақты дұрыстау керек, понимаете? Сен өйткені болады ғой, қазір ойламауы мүмкін, қазір саған нормально болуы мүмкін, когда сен жассың, когда сен энергичныйсың, бірақ жыл сайын бұл проблема ушықтай береді. Мысалы, мен қазір жасым 22-де, и я понимаю, мен қазіргі менің метаболизм ол 16 жастағы кезімдегідей емес. То есть қазір егер мен артық нәрсе жеп қойсам, менде скорее всего келесі күні отек пайда болады, либо уже мен салмақ қосып бастаймын. Поэтому питаниені қарау керек, үнемі не жеп жатқаныңа назар аудару керек. То есть болады ғой, егер сен чипсы жесең, мықты денені, күшті денсаулықты күтудің керегі жоқ. Сол үшін де денсаулық өте маңызды пункт деп айтар едім. Себебі біздің жаңағы өміріміздегі жасайтын барлық жетістік ол денсаулық болған кезде ғана келеді да. Егер сен просто денсаулығың болмаса, басқа нәрсеге де зауқың болмайды. Сол үшін, ребята, денсаулықты күтіп, өзімізге үнемі қамқорлықпен қарайық. Так, мен, кстати, макияжым дайын болып қалды. Блин, тушь жаққан кезде взгляд прям открывается, мне очень нравится. Осындай кеңестер. Егер пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп алыңдар. Жалпы бұл парақшада мен даму, қыздарға өсу, Вьетнамдағы өмір, жалпы, блин, күшті видеолар шығарам. И это мой первый опыт. Егер реально пайдасы тисе, комментарийда өзіңнің ойларын жазып кет. Мен уже почти дайынмын. Қазір помаданы жағып, күшті бір ресторанға шығамын. Келесі видеода, может, я вам покажу обзор на этот ресторан. Жалпы обзор керек па? Керек болса, комментарийға обзор деп жазып қойыңдар. Так. Осындай маған комбинированный помада жаққан ұнайды. И маған помаданың да идеально жаққан ұнамайды, прям. Чуть-чуть шеттеріне жағып жіберіп, солай істеген ұнайды прям. Вот. Қазір менің образым осындай. Кстати, бізде Вьетнамда мұнда ауа райы өте влажный, поэтому шаштарымыз постоянно пушится етеді. Все, ребята, келесі видеода кездескенше. Пока-пока.